Адам ағзасының донорлығы дамымай тұр деп дәрігерлер дабыл қағуда. Ал еміздегі науқастардың саны жылдан жылға көбейіп келе жатыр. Ағза ауыстыру десе біздің қоғам үрке қарайтыны рас қой. Жаңа заң қабылданатын болса, қайтыс болған мәйіттің ағзасын алуға рұқсат сұрала ма, жоқ па? Ашық алаңның бүгінгі көтеретін тақырыбы осындай. Студияда мен Мақсат Толықбай. Біз көріп отырған құрметті көрермен, сіздерді тақырыпқа атсалысыңыздар, ой қосыңыздар, спикерлер қош келдіңіздер дейміз. Енді қазақ ол баста айтып кеткен ғой, бірінші байлық, денсаулық деп. Енді кейде медицинаның шамасы жетпей жатады ем көрсетуге. Ағзаңды ауыстыруға тура келеді. Біреуге бауыр керек, бүйрек керек, өкпе, жүрек керек. Осы бір тізімде тұрғандардың саны елімізде ресми статистика бойынша 3000 дейді, шындығында одан да көп болуы мүмкін. Қазір біздің редакторлар экранға да бере жатар. Күту парағында кезек өте көп, әртүрлі органдар керек. Жалпы осы сұрақтан бастағым келеді мәселені. Бізде неге донор тапшы? Негізі бізде трансплантациялар 2012 жылы басталған, ал әлемде дамыған елдерде 50 жылдан астам бұл трансплантациялар жүргізіліп жатыр. Енді біздің елде мысалы клиникалар, дәрігерлер барлығы трансплантация жасауға дайын болса. Біз алғашқы операция 8 жыл бұрын бастадық қой сонда. 2012 жылы бастадық. Бірақ донор тапшы. Өйткені мысалы тірі адамдардың барлығы бермейді. Мысалы бір бүйрегін беруі мүмкін, жарты бауырын беруі мүмкін. Бірақ мысалы жүрек, өкпе трансплантациясына мұқтаж адамдарға тек қана мәйіттік донорлар қажет болады. Ол кезде көбінде мысалы дәрігерлер рұқсат сұраған кезде көбінде келісім бермей жатады. Келісім бермей жатады. Неліктен деп ойлайсыздар? Әртүрлі себептерден көбі мысалы өзі жай ғана мысалы өзінің туысы қайтыс болып жатқан кезде мысалы басқа адамның несін мұқтаждығын ойлағысы келмейді, мысалы келісім бергісі келмейді. Сосын кейбіреулер діниге қарап нетпейді, келісім бергісі келмей жатады. Әділ мырза, шетелде бұл мәселе қалай шешілген жалпы? Сіздер тәжірибе алмасып отырасыздар ғой? Европа елдерімен, Израиль болсын. Мен жаңағы бірінші сұраққа Мақсат мырза кішкене түсініктеме айтып кетейін. Бірінші трансплантация Қазақстанда 1979 жылы жасалған. Бірақ жүйелі түрде 2012 жылдан бері дамып келе жатыр. Ал енді сіздің сұрағыңыз қазір ғана шетелде қалай дамып жатқан айтайын. Жаңа ағзалардың жетіспеушілігі ол тек Қазақстанға тән нәрсе емес. Бүкіл әлемде мысалы жетіспейді ол. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жүргізілген жұмысының нәтижесі бойынша мысалы айтады, дүниежүзілік күту парағында миллион адам тұр екен. Ал операциялар саны, трансплантация саны жақында ғана 100 мыңнан асып жатыр. Сонда бұл айтқанда 100% ғана қамтамасыз етіліп жатыр. Қазақстанда да дәл сол суреттен. Әрине, бізде де бүкіл мәселені бірден шешіп кетпейді ғой. Жаңа ресми түрдің өзінде 6 мыңнан асып кетті деді. Егер біз мәйіттердің барлығынан осы ағза алатын болсақ, оның өзі жылына 6 мың адамның өмірін сақтап қала алады екенбіз біздің өзіміз. Енді расымен шетелде бұл тәжірибе бір жолға қойылған. Түркияның өзінде ағза алмастыру операцияларының 50%, тірі адамнан 50% жаңа мәйіттерден алынады екен. Айналып келгенде мүмкін осы бір дұрыс түсіндіру жағы, сауатты насихат жетіспей жатқан жоқ па? Әрине, бұл жұмыс кешенді жүргізілу керек. Оның ішінде жаңағы жергілікті атқарушы органдар бар, жаңағы ақпараттық құрылымдар және де мына діни қайраткерлерін қосып біз бірге жүргізуіміз керек сол жұмысты. Енді тек қана түсіндіру жұмыстары, ақпараттық жұмыстары ғана емес, насихаттау жұмыстары ғана емес, оның бәрі орынды, бірақ та басқа жұмыстарды да жүргізуіміз керек. Мысалы, дәрігерлердің өздерімен жұмыс жасауымыз керек. Бізде мысалы потенциал дейді, әлеуетіміз өте жоғары біздің. Жаңағы айта кетейін, ағзаларды кез келген жерде алмайды. Тек қана белгіленген тәртіппен өзінің уәкілетті органымен мынандай перечень деген бар бізде, тізім бар. Сол тізімге 35 кез келген адамның ағзасы жарай бермейді деген сөз ба? Ол бір, екіншіден кез келген жерде алмайды. Тек қана 35 донорлық стационар бар.
сол жерде алады. Енді мысалы айта кетейік, міне статистикаға қарасақ, өткен 30 жыл бойы, әр жыл бойы Қазақстанда 130 мың адам қайтыс болады екен. Соның 3,5 мыңы сол 35 стационарда қайтыс болады екен. Сол 3,5 мың адамның ішінде 1,5 мыңы дәл осы донорлыққа жарайды. Егер жаңағы инфекцияларын бәрін алып тастайтын болсақ, 400-ден 700-ге дейін адам донор болушы еді, мысалы. Егер де жаңағы жұмысты насихаттау жұмысын бәрін жүргізіп, адамдар бәрі түсініп, осындай жұмысқа қатысып жатса, онда біздің жаңа әлеуетіміз өте жоғары. Инфекция деп қалдыңыз, осы жерде өз мамандардың да пікірі өзі бір екіге жарылады. Кейбіреулер айтады, екінің бірінің ағзасы жарай бермейді дейді. Енді бір дәрігерлер айтады, құрамында инфекция болған күннің өзінде де ол ағзаны пайдалануға болады дейтіндер бар. Қауіпті емес пе? Жоқ, ол дұрыс сұрақ. Қазіргі таңда органның жаңа ағзалардың жетіспеушілігі кеселінен сол инфекциясы бар ағзаларды жаңағы трансплантация қолдану мәселелері қаралып жатыр. Былай айтқанда расширение пула донорских органов дейді. Былай айтқанда жетіспеушіліктің кеселі ол. Егер жетіп жатса, ол қарастырылмаушы еді. Бірақ ондай тәжірибе және бар, Қазақстанда да келешекте ол қаралады, енгізіледі. Енді біз жүйелі түрде 2012 жылы бастадық дедік қой, ағза алмастыруды. Біздің ең алғашқы талай, Жәнібек мырза, сізді бүкіл жаңалық көрсетті ғой. Сол жылдың батырына айналдыңыз, еліміз бойынша ең алғаш ретіне жүрегін ауыстырған мырза. Қазір жағдайыңыз қалай? 8 жыл өтті ғой. 8 жыл міне август айында болады. Сол жағдайым жақсы. Мазаламай ма қазір жүрек? Жоқ, жүректің соғысы дұрыс, денсаулық мықты. Мен әлгі донорлық орган мәселе айтқым келуші еді. Біздің бірлестік қоғам құрдық осы орган ауыстырған осындай пациенттермен. Сол жұмыс өткіземіз. Осы халыққа өзімізді, денсаулығымызды, семьямызды қалай өмір сүріп жатырмыз, не істеп жатырмыз, соны жеткізуге. Сізге дәрігерлер өздері тауып берді ме жүректі сол кезде? Иә. Кімнің жүрегі орнатылды? Тағы бір еске түсіріп айтайықшы халыққа. 8 жылдың ішінде көбісі ұмытып қалды ғой. Жүрек орыс әйелдің жүрегімен көбінде осы міне 8 жыл маған өмір беріп тұрған. Ал рұқсат берген ұлы Игорь Воротников дейтін жігіт, ол кезде жас жігіт, 25-те ғана. Ұлы рұқсат берді. Сол рұқсат берген Игорь. Сол бір жақсы басталма бастаған, сол кезде Игорь. Содан бері жақсы дамытып келе жатқанбыз. Енді қазір сол тоқтап қалайын деп тұр осы программа. Содан біз кішкене енді бізде донор тапшы. Осының себебін сіз қалай түсінесіз? Неде деп ойлайсыз? Көбісі келісе бермейді. Сол келіспейді. Жақындарынан ғой көбінесе енді қайтыс болып келген марқұмның жақындары жоқ, біз қарсымыз беруге деп жатады. Осының себебі неде деп ойлайсыз? Информация жетпейді адамға. Қандай құқы бар, қандай правасы бар, қандай нелері бар екен, адам білмейді. Оның ойынша біз қазір неге түссек, бізді үйтет, бүйтет деген сондай ой бар, адамдарда сондай ой бар. Бірақ бізде енді кодекс деп жатырмыз ғой. Кодексте бар жағынан ол әлгі потенциальный донор дейміз ғой, ол енді защищен. Өзі отказ беруге ондай несі бар, правасы бар. Өзі согласие беретін, несі бар, правасы. Ал егер ұмытып қалса, ол сол кезде тағы бір защитасы бар, сол кезде туысқандарынан сұрайды. Қазіргі сол мемлекеттің өзіміздің бір үлкен жұмысы, сол адамға сол информацияны жеткізу керек. Отказ, согласие бергің келмесе, барып отказ жазу керек. Жақсы, бізде де денсаулық кодекс туралы арнайы заң бар ғой. 2009 жыл тағы бір өзгеріс енгізді. Еміне жаңа заңды қабылдайық деп жатырмыз. Дегенмен біздің дәрігерлер адам қайтыс болған күннің өзінде де жақындары рұқсат бермей, ол органның ағзасын пайдаланбайды. Бұл туралы жаңа заңда да ескерілетін біздің министр айтқан болады. Мен сөзбе-сөз оқып берейін. Әрбір мемлекет донорлық мәселесін өз дәстүрі, өз тарихы, экран қарап қойсаңыздар болады, дайындығы бойынша шешу керек. Осыны ескере отырып, біз халық денсаулығы кодекс туралы заң жобасына өзгерістер енгіздік. Ең маңызды мәселе, қайтыс болған адам біздің базаларда өз ой пікірін білдірмесе, ешқандай ақпарат болмаса, сол адамның туыстары келісім бергенде ғана марқұм донор бола алады. Ал туыстар келісім бермесе, донор болмайды дейді. Еділ мырза, мына нәрсені сұрағым келеді. Бұған дейінгі заң бар, қазір енді Сенатта талқылауда жатқан заң бар. Егер жаңа заң нормасы қабылданатын болса, қандай айырмашылық болады екі ортада?
бұл жерде айта кететін бір жайы бар. Жаңа сіз өзіңіз айтып кеттіңіз, қолданыстағы кодекс, ескі кодекс дейміз ғой, 2009 жылдан бері. Соған сәйкес бізде келісім презумпциясы орнатылған болатын. Соған сәйкес, мысалы, егерде қайтыс болған адам тірі кезінде, көзі тірі кезінде бас тартқан және өзінің ой пікірін тіркемеген болса, онда ағзаны алуға болатын. Бірақ айта кетейін, тәжірибеде ондай жаңағы біздің дәрігерлер өзінің құқығын қолданған жоқ. Әр осындай бізде 96 жаңа мәйіттік донор анықталған, соның әрқайсысында туыстарымен сөйлескен. Дегенмен де туыстардың көзқарасын ескеріп келе жатыр бірақ дейсіз ол ғой. міндетті емес болатын. Ал енді жаңа заңға сәйкес, жаңа қабылданып жатса, онда туыстарымен егерде қайтыс болған адам өзінің пікірін қалдырмаған болса, ол кезде сонда туыстарынан жаңағы рұқсатын сұрау міндетті болады енді. Көзі тірі адам, мен қайтыс болғаннан кейін ағзамды алуға рұқсат беремін дейтін болса, оны не болмаса бермеймін дейтін болса, оны қайда барып тіркеу керек сонда? Негізі мына қазіргі нелер емханаларда, поликлиникаларда регистр прикрепленного населения деген бар, сол жерге тіркелу керек. Әр адам өзінің поликлиникасына барып, немесе өзінің келісімін, немесе қарсылығын білдіріп, сондай қағаз қалдыру керек. Егер қалдырмайтын болса, онда жаңағы Әділ мырза айтқандай, Негізі заң бойынша бұл жерде тек қана қарсы болса ғана пікір қалдыру керек. Егер пікір қалдырмаса, дәрігерлер ағзаны алуға құқығы бар деп көрсетілген сияқты меніңше. Бірақ біздің дәрігерлер сонда да туысқандардың көзқарасына қарап келе жатыр, солай ма? Қарап келе жатқан осы кезге дейін. Енді мен нақтылап айта кетсем, қазіргі таңда Сәуле ханымға қосып жаңа айтайын дегенім, бүгінгі таңда қазақстандықтар жергілікті тұрғылықты жерде тіркелген емханасында тек қана бас тартуын, жаңағы тек қана бас тарту емес, келісімінде, алдында берген келісімінде қайтарып алуға құқысы бар. Ол былай айтылғанда, және министр мырза айтқандағыдай, жаңағы бізде келісім презумпциясы болса да, адамның жаңағы туыстарынан да сұраймыз келешекте. Енді жаңағы презумпция туралы айтатын болсақ, Австрияда мысалы келісім презумпциясының өте жесткий нысаны, өте қатаң нысаны. Ал біздікі Бельгиянікіне ұқсайтын болады. Өйткені егер Австрияда адам өзінің бас тартқан болмаса, онда дәрігерлер ала береді ағзасын. А Бельгияда мысалы бас тартқаны жоқ болса, онда туыстарымен сөйлеседі. Және де тірі кезінде адам келісуінде тіркеуге мүмкіншілігі бар. Соған қарағанда, мысалы Бельгияда осы кезге дейін 400 мың адам келісімін тіркепті, а 200 мыңдай адам келіспеуін, бас тартуын тіркепті. Соған қарағанда бізде осындай жаңағы статистиканы жүргіземіз, бірақ сразу айта кетейін осы жерде нақтылап. Әр адамның тіркеген кезде ол ақпарат жабық, құпия, заңмен қорғалады. Ол тек қана адам өзі қайтыс болғаннан кейін, сонда ғана уәкілетті жаңағы айтқанда адамдарға ғана белгілі болады. Өзінің жаңа кіру паролі бар, жаңағыдай айтқандай миы қайтыс болды деген құжаты бар, сонымен ғана кіріп, сонда ғана көре алады. Ол мәселеге ораламыз. Нұржан мырза, қателеспесем 2018-де ме? 2018. Бүйрегіңізді ауыстырдыңыз ғой? Бауыр. Бауыр ғой сіздікі? Бауыр ауыстырылды. Қалай болды? Қазір жағдайыңыз қалай? Аллаға шүкір, қазір жағдайым өте жақсы. Мен 2017... Бұндай кісілер үнемі дәрігердің бақылауында болу керек, солай ма? Иә. Үнемі. Дәрі ішіп, иә. Дәріні өмір бойы ішесіздер деп айтылды. Енді олар дәрігерлердің... Осы оқиғаны ашып айтып беріңізші. Енді мен 2017 жылы осы цирроз ауруына шалдықтым. Оны да мен признак ешқандай болған жоқ. Просто іштен қан кетті да, солай больницаға түсіп, ауруханада зерттеу барысында менің бауырым ауырылатыны және алмастыру керек деп айтты. Сосын сол кезде айтты, бауырыңыз жарамайды, тек ауыстыру ғана керек. Емі тек бауыр ауыстыру деп сол кезде айтты. Және де ол бауыр ауыстырғанда тек туысқандардың ішінен іздейсің деп сол кезде маған дәрігерлер түсіндіріп жіберді. Содан біз өзіміздің жақын туыс бауырлардың арасынан іздеген кезде ешқайсысы келмеді. Сәйкестігі жоқ болып шықты. Сода бір туғандардың арасында сәйкес келмеуі мүмкін ғой? Ол өйткені параметрлар өте көп. Ол біріншіден жаңағы қан тобы, жасы, жаңағы сосын көлемі. 6 ағайын. 6 ағайынның ішінен де ешкім сәйкес келмеді ме сонда? Ешкім сәйкес келмеді. Мәссаған. Сондықтан мені дәрігерлер осы күту парағына тіркеді. Содан ауру күтіп тұрмайды ғой. Мысалы күннен күнге одан сайын
прогресс кетіп жатыр, қайта қан кету, іштен қан кету жүріп жатыр, содан қайта реанимацияға түсу болды. Содан бауыр қайдан табылды? Содан соңғы осы 2018 жылы тамыз айында мені больницаға жатқызған кезде маған басқа операция жасау керек тұғын, негізі сосудистый хирургтар ашып, вскрытие жасап қарайық деп сондай операция жатқызған. И сол күні, операция жасайтын күні Қостанай қаласында донор пайда болды деп, менің болатын операцияны тоқтатты да, соны күтеміз деп айтылды. Содан өйткені олар туысқандарынан келісім сұрау керек. Егер келісім берген жағдайда сәйкестік салыстырып қарайды. Егер менімен ол кісінің сәйкес келсе, қан тобы, жаңағы айттым параметрлердің барлығы келсе, сол кезде бар, сәйкес келді. Сол күні сағат түнде арнайы бригада бар, врачтар самолетпен ұшып барып, сол жерден алып органдарды қайтып келіп, сол түнгі сағат 10-да операция басталды. Яғни бауыр мәйттен алынған ба? Иә, мәйттен алынды. Енді сол операция салғаннан кейін... Ол марқұм неден қайтыс болған екен? Неден қайтыс болғанын точно білмеймін. Нақтысы айтылған жоқ маған, өйткені толық ақпарат берілген жоқ. Бір қызығы, мен сол операция жасап болғаннан кейін 10 күннің ішінде мен өз-өзіме келе алмай жатқан кезде реанимацияда мен үнемі бір кісінің аты жөнін айтып жаттым. Орыс ұлтының атын қайталай беремін, маған қайталай береді. Мен түсінбеймін, ондай кісіні мен өмірімде мысалы танымаймын. Бірақ үнемі сол кісінің атын қайталай бердім. Содан осы операция өтіп аман-есен ауруханадан шығып 1 жылдан кейін біз енді мұсылман болғаннан кейін әрине Құран оқытамыз. Сол кезде енді мен енді сосын дәрігерім сосын ойладым, яғни осы донордың аты жөні шығар дедім да, сосын дәрігерге хабарласып сұрадым. Мен өзім міндетім осы маған донор болған кісінің атынан Құран оқытсам екен. Мен үнемі осы реанимация жатқанда осы кісінің аты жөнін қайталап жаттым. Соны нақтылайын деп едім. Егер ол өзіңізден өзіңіз айтып жаттыңыз ба? Иә, өзімнен өзім айтып жаттым. Білмеймін неге олай айтып жатқанын. Ондай да бола ма? Тәжірибеде кездесіз бе? Жоқ, ондай негізі болмайды. Мүмкін Нұржанда болған шығар, бірақ ондай көбінде болмайды. Сосын донор туралы ақпарат конфиденциальды деп айтамыз. Ешкімге айтылмайды, ол реципиентқа да айтылмайды. Сондықтан ол информацияны... Ол неге сонша құпия? Мысалы үшін қызық қой, кімнің бауырын алған мүмкін ол туған туыстарына барғысы келетін шығар, алғыс айтқысы келетін шығар. Әлде одан ары жүрегін жараламау үшін бе? Жоқ, негізі ешқандай мысалы мынау сатып алу, сату деген нелер жағдайдың алдын алу үшін. Сондықтан ол... Түсінікті, сізге тегін берілді ма? Тегін берілді. Барлығы толық түрде тегін жасалды. Яғни донордың өзінде мемлекет квота деген бар ғой. Кезеңді күтсең тегін алады, иә? Барлық операциялар тегін жасалды. Бюджеттің бюджет арқылы бәрі істеледі. Яғни сіздер ол жерде медициналық мекемелер күтеді. Кім өзінің ағзасын ұсынатын уақытта. Сол бойынша тізімге қарайды, солай болып тұр ғой. Иә, компьютер арқылы оның бәрі істеледі осы кезде. Бірақ тізімде тұрғандар өте көп. Шын айту керек, осы тізімде тіркелгендердің өзі 30-40% кезек жеткенше қайтыс болып кетеді. Иә, бүгінгі таңда мысалы айтатын болсақ, мысалы осы өткен 4 айда, 4 айдың қорытындысы бойынша күту парағынан 48 адам қайтыс болу себебінен шығып қалды. Ал енді былтырғы алдыңғы жылдарға қарасақ, әр жыл сайын мысалы былтыр 146 адам қайтыс болу себебінен шығып қалды. Алдыңғы жылы 120 адам шығып қалды. Енді жыл сайын адам саны көбейіп келе жатыр, ұлғайып келеді, және де шығып қалу адамдардың саны да көбейіп келе жатыр. Енді оның бәрі осы және айтып кеттік қой, ағзаның жетіспеушілігі, соның кеселінен жаңағы адамдар біздің отандастар жетпей қайтыс болды. Экранға да қарап қойсаңыздар болады, 2012-2018 жылдар аралығындағы күту парағында кезек жетпей қайтыс болғанда 2018 жылы 121 адам дейді, 2017 жылы 91 адам, мінекей жыл шатасып кеткен болу керек 84 адам дейді. Жақсылық Досқалиевтің мына бір сөзін оқып бергім келіп отыр сіздерге. Былай дейді: донордың 80% еліміздің солтүстік өңірінен дейді. 80% дейді. Жаңа сіз қай өңірден болды? Қостанай қаласынан. Қостанай. Бұда соған ұқсайды, мінекей. Көбінде, міне қарап отырсаңыздар болады. Көбінде басқа ұлт өкілдері келісім береді, ал оңтүстік, батыс жақта донор мүлдем жоқ. Адамдар маған орган керек, тауып беріңізші деп келеді, оларға аймағыңа бар, өтініш жаса, донор болуға үгітте деп жауап беремін. Адамдардың ынтасы өте төмен дейді. Расымен енді мына солтүстік жақ келіседі, оңтүстікте қиындау дейді мәселе. Бұның себебі неде деп ойлайсыздар? Осы бір діни сенім емес па? Діни сенім болғанда да қазіргі таңда бізде мұсылман қауымы пәтуа жасалып қойылған. Яғни бұл
яғни дін жағында егер адам өзі осы Алланың жолында соған жақсылық жасаймын деп сондай мақсатта егер өзінің ағзасын келісімін берсе, онда ол яғни қабылданады, яғни ол дұрыс нәрсе. Яғни сататын болса, ол өзінің ағзасын, ол дұрыс емес. Яғни ол осы діни ұғымдарға қарсы келеді. Yani тек Алланың жолында өзінің шын ниетімен және де өз жаңағы ынтасымен ғана сондай рұқсат берсе ғана ол қабылданады. Енді расын айту керек қой, біздің қоғам бұл ағза алмастыру келгенде бір үрке қарайтын рас. Мүмкін бұл менталитеттен ба, мүмкін діни сенімде бар шығар. Біз бірінші хабар емес бұл тақырыпқа арнап отырған. Бұған дейін де бірнеше тақырыпты арнадық. Діни басқарма арнайы пәтуа да шығарған. Осы студияда тұрып имандардың да айтқаны бар. Сол бір еске салып ел назарына ұсынғымыз келеді. Ағза ауыстыруды тіріден де, өліден де шариғат, ислам діні оған рұқсат етеді. Бірақ өзіндік шарттары бар. Енді бізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы сол халықаралық сол пәтуа орталықтарының шешімі негізінде бізде осы өзіміздің діни муфтият тарапынан ғұламалар кеңесі пәтуа шығарған. Бірақ тегін түрде берсең дейді. Сатылуға болмайды дейді. Енді жарнаманы білесіздер, бүйрегімді сатамын, бауырымды сатамын деген жарнама бізде көп. Менің әріптесім бүгін осы Астана қаласының елорданың көшелеріне шығып та халықтың пікірін біліп көрген еді. Тыңдайықшы. Енді өз басым келісер едім. Өйткені жағдайы келмеген жаңағы ағзадар керек болған жандар бар ғой. Біреуге керек болса келісім беруге болады. Білмеймін, айта алмаймын оны. Тірі күнде адаммен келісуге керек. Ондай ниеті болса береді. Бермеуші едім. Ондай бере алмаймын десе бере алмайды. Мен беретін едім мысалы. Мүмкін біреуге маңызды шығар сол жаңағы. Почки, сердце, вот это все нужно. Орысша айтқанда выбор должен быть. Жоқ деп тұрмын ғой. Неге? Ну, не знаю, обал болатын шығар. Біз қазір прогрессивті ел ретінде осыған басқаша көзқараспен қарау керек деп ойлаймыз. Құдайдың берген есімен өзі қоса кету керек қой. Айдап келгенде әртүрлі пікірлер. Былай қарасаң, көбісі берем деп тұр ғой. Берем дейтіндер де бар, бермейм дейтіндер де бар. Енді әркімнің таңдауы ғой. Енді мен өзім ойым ғой. Сен енді Құдай сақтасын. Ештеңе жарамсызсың, қайсыз болған болсаң, мүмкін 5 адамның өмірін сақтап қаларсың. Ол да бір сауап емес пе? Ол да бір қайырымдылықтың бір түрі ғой ол да. Адам өмірден өтіп бара жатып та қайырымды іс жасап кетуге болады. Яғни өзінің келісімін беру арқылы адам өмірден озып бара жатып, сондай қайырымдылық жасайсың, 5 адамға өмір сыйлап кетесің. Оның не жамандығы бар, соны түсінбедім. Сосын бұл тақырыпты неге, мысалы, отбасында да, мысалы, шай ішіп отырып, отбасында неге сөйлеспеске? Мысалы, айтып жатыр да, өзінің егер өзі келісімін бермей кеткен жағдайда, өзінің туысқандары, неге сен өз өміріңді, өзің шешіміңді біреуге қалдырып кетесің? Сен енді өзің өз өміріңе өзің жауапкершілік артуың керексің ғой. Яғни өзің беретін кезде дінге сенемізде, алатын кезде ескермей қаламыз ғой. Ондай да жайттар бар ғой. Ондай бар. Бар ғой. Мынау операцияға бара жатқанда енді любой операция, енді ағза ауыстыру емес, любой операция. Ол кезде адам ондай ой кірмейді басына. Ол бұл шариғат бұған қалай қарайды, діни қалай қарайды. Ол өмір сақтау керек. Сол кезде өмір сақтау керекпін. Енді өз үшін емес, бала шаға үшін, ана үшін, мына үшін, енді біз сондай любители сондай біреу үшін. Именно мынаған келіп қалғанда біздікі қатты не болып кетеді, именно дін жағына көп қарастырады. Сол енді түсінікті емес маған. Рахмет, енді интернетке кіріп қалсаңыздар, өз ағзамды сатамын деген жарнама өте көп. Қазір біздің қара нарықта бүйрек, бауыр, өкпенің құны қанша мың $. Осыларды алмастыратын бізде жеке клиникаларда бар болуы мүмкін. Құрметті көрермен, хабарым жалғастырайық. Біз тікелей эфирдеміз. WhatsApp әлеуметтік желісіне де толас сұрақтар келіп жатыр. Төменде көрсетілген телефон нөмірлеріне де хабарлассаңыздар болады. Қандай да бір шешілмей жатқан мәселе болса, сұрақтарыңыз болса. Бар ма WhatsApp желісіндегі сұрақтарды бірін шығарсаңыздар экранға? Мүмкін мамандар жауап берер студиямызда. Бізде скайпта тұрғанда қонақтарымыз бар. Мінекей, мен дәл қазір осы бағдия гемодиализде көріп жатырмын дейді, сұрақ дейді.
Нейді ауыстыру керек дейді, бүйрек ауыстыру кезегіндемін, жасым 40-та дейді, ол қалай болады дейді. Тағандай сұрақ бар. Мен өтініш беріп күтудемін дейді. Теперь программа точка дейді. Бұл жайда не айта аласыздар? Осы енді мына сұрағына Дәл қазір мен ауруханада жатырмын дейді. Жасы 40-та. Сұрақтарына қарағанда бұл кісі жаңағы Ауруханада жатып сізді көріп отыр екен. Бірыңғай күту парағында тұр. Бұл сұрақтарына қарағанда. Енді жаңағы өзінің туыстарының арасынан, жаңағы басқа таныстарының арасынан, мысалы қазіргі таңда жоқ болса, онда жаңағы мәйіттік донорды күтуге тура келеді. Мәйіттік донор табылған кезде жаңағы барлық күту парағындағы бүйрек күтудегі мұқтаж адамдар қатысады. Сол жаңағы донор реципиент анықтаған кезде қатысады. Сол кезде кім... Бұл кісінің алдында тағы да 20 адам тұруы мүмкін? Жоқ, ол кезек емес, айта кетейін. Бұл тізім. Кімдікі компьютер анықтайды, медициналық критерий арқылы. Кімдікі көбірек дәлірек келеді, жаңағы қан тобы бар, ашыля, жаңағы типирование, басқа да тіндік сәйкестіктерін айтып тұрмын. Басқа да жаңағы медициналық критерийлардың бәрі дәл келген кезде кімдікі жоғары. Соған жаңағы индивидуальный совместимость, кросс-матч деген анализ жасап, ең енді кімдікі дәл келгенде соған жаңағы ауыстырып салынады. Сондықтан бұл тұрғанына байланысты емес, адам мысалы кеше тұрған адамға да табылуы мүмкін орган. 5 жыл тұрған адамға да табылуы мүмкін. Ол кезек емес, 100 адам тұруы мүмкін, ол тізімге байланысты емес дейсіз? Ол кезекке байланысты емес, тізім ол. Сол үшін де жаңағы бұл бауырымызға да өзінің бүйрегі табылып қалуы мүмкін. Енді жаңа Нұржан мырза да айтып жатыр ғой, яғни бұл кісінің жақындарынан табылмаған болып тұр ғой, әйтпесе. Солай болып тұр ғой. Қазақ тілесіздер ғой, көбісі бір туысқандар жоқ дей қою қиын ғой бізде, көбісі келісіп жатады. Мына бір қызық жағдайды сіздерге айтқым келіп отыр. Өткенде бізде хирургия орталығының басшысы мынандай бір мәлімдеме жасады. Коронавирустан, мінекей, оқып берсем болады. Юрий Пия. Менің жеке пікірім дейді, науқасты дербес қарастыру органға мұқтаж адамның санаулы күні қалса, бұл оның ұзағырақ өмір сүруіне мүмкіндік береді дейді. Яғни бұл кісі бұл мәлімдемесінде коронавирус бойынша қайтыс болған адамдардың да ағзасын алуға болады деген ойда. Енді білесіздер, осы бір вирусқа қайтыс болғандарды өзі жақындардың өзі қоштасуға бір 30 минут береміз, арасы 3 метрден сақталу керек деп, олар арнайы орындарға барып ешкімді жақындатпай, дәстүрлі жерде жерлеуге рұқсат бермей көміп жатырмыз ғой. Бұл қаншалықты ақылға қонымды пікір? Коронавирусқа қайтыс болған адамдардың ағзасын алу керек деген. Негізі коронавирус жайлы айта алмаймын, бірақ потенциалды донор дейміз, ми өлімі диагнозы қойылады адамдарға. Ол кезде көбінде мына инсульттан қайтыс болған адамдар, сосын мына нелер авариядан мысалы бас миына зақым келген кезде, ол адамдарда көбінде бас миы жарақатталған кезде миы өліп қалады. Сол кезде бас миының өлімі деген диагнозы қойылады. Сол адамдар потенциалды донор болып саналады. Енді ол инсульт деген бөлек қойын, бұл жерде коронавирус бірақ ішкі ағзалары бір әсер етуі мүмкін ба сонда? Ішкі ағзалары барлығы неге трансплантацияға жарамды болу керек. Содан кейін мысалы нелер барлық инфекцияға барлық не тексеріледі. Мен айта кетейін, қосып жаңа Сәуле ханым айтқан пікіріне. Қазіргі таңда қолданыстағы кодекске сәйкес ешқандай инфекция, егерде инфекция бар болса, болды, оны қолдануға болмайды. Болмайды. Инфекция бар болса болды. Ал енді жаңа кодекске сәйкес қазір қабылданып жатса, онда қарастырылады. Өкілетті органның өзінің жаңағы белгіленген тәртібімен ол қарастырылады. Өйткені айтып кеттім ғой, донорлық ағзаның тапшылығына сәйкес дүние жүзінде ондай жаңағы тәжірибе бар. Мысалы, егерде донор тірі кезінде мысалы гепатитпен ауырған болса, күту парағындағы гепатитке неге қолданбас? ВИЧ-СПИДпен ауырған донор тірі кезінде қайтыс болғаннан кейін оның ағзасын неге қолданбас ВИЧ-СПИДке? Келісім бойынша. Ол кісі келісіп жатса, ертең қайтыс болмай, жаңағы өмірін жалғастырады. Сол дәл сол енді алғарғада жалғастырады. Жасөспірімдер, балалардың органын пайдалануға тыйым салынған ғой. Кейбір мамандар оған рұқсат беру керек деп жатыр. Ол нені шешеді, неге? Ол балалардың жаңағы балаларға трансплантация керек кезінде біз ағзаны қайдан аламыз сонда? Балалардың арасында көп қой яғни. Балалардың арасында қазіргі таңда мысалы жүрек ауыстыру керек болса, балаларды біз мысалы шет елдеріне жіберіп жатырмыз. Мысалы қазіргі таңда.
Енді ол шет елдері мына мысалы Стамбул неменесі бар, құжаты бар, Стамбульская декларация деген. Сол декларацияға сіз сәйкес рұқсат берген дұрыс деп санайсыз ғой? Жоқ, мен ондай пікірде емеспін. Мысалы, мен түсіндіріп жатырмын, неге ондай пікірді қолданып жатыр, қазір кісілер көтеріп жатыр. Мен айта кетейін, Стамбул декларациясында былай деп жазылған: әр мемлекет трансплантацияны өзінде дамыту керек. Өйткені ол елдің адамдары басқа елдің трансплантация жүйесіне тәуелді болмау керек деген пікір бар. Сондықтан біз өзімізде дамытуымыз керек. Ал егерде біз жаңағыдай көбінесе рұқсат еместердің бәрін енгізсек, онда ол қалай біз дамимыз сонда? Сол пікірді сол үшін. Қазір ресми түрдің өзінде 3000 адам тұр дейміз. Оның кезегі жеткенше негізі жүрек трансплантациясына мұқтаж балалар, бірнеше балалар бізде тіркелген. Бізден 5 бала Үндістанда жүрек ауыстырды. Сонымен қатар 3 бала, мен білуімше, сол жақта күтіп жатқан кезде қайтыс болды. Ең алдымен, мысалы, Үндістанда былтыр оларға бұрын, мысалы, жүрек ауыстыруға болатын еді. Ол кезде бірақ өздерінің мұқтаж адамдарына ең бірінші ауыстырады. Содан кейін басқа елдің азаматтарына ауыстыруға болатын еді. Енді былтырдан бастап оларда да мына заң өзгеріп жатыр. Олар біздің балаларды бәрін қайтарып жіберді. Олар енді басқа елдің адамдарына жүрек ауыстырмайтын болып жатыр. Басқа органдарда да. Ертең бәрі елдер жабады. Сонда біз қазір өзімізде бізде де көп қой, тіпті дәрігерлердің өзі де үстіне қылмыстық іс қозғалды ғой. Израильдардың жан-жақты елдерден бай бағландар келіп, қанша дегенмен бізде арзан болу керек операцияның құны, соған қарағанда. Келді коммерциялық тұрғыда бірнеше іс қозғалды ғой. Мысал үшін бір адам Өзбекстаннан, Қырғызстан, мысал үшін бір мемлекеттен арзан донор тапып, оны елге әкелуге рұқсат жоқ па? Жоқ. Негізі сатып алуға тыйым салынған заң бойынша. Сондықтан сатып алуға болмайды. Бізде жаңағы жалғастырып айта кетейін, қара трансплантология дейді, және басқа да врачи-потрошитель деген неше түрлі страшилка дейді, голливудский, соның бәрін айтады. Нақты айтсақ, бізде Қазақстанда ондай іс-әрекеттерге өте қатаң жаза қолданылады. Өйткені мысалы біреуді мәжбүрлесе, дегенмен жеке клиникалар бар ғой сотталуы мүмкін. Жеке ақшасы бар адам өзі бір жарнамадан донор тапты. Кезек тұрғандардан оңғы бәрі бірінші жасалады ғой. Жоқ, бізде ондай жоқ. Бізде сатып алуға тыйым салынған. Ол өз еркімен келісім берді деп айтады ғой енді. Жоқ, ол үшін жаңағы мен айта кетейін, жаңа кодексте қаралған этикалық комиссия болады. Солар жаңағы сатып алу алмау сол жақтардың бәрін қарастырады. Содан кейін медицинский виза болу керек қой, ол туралы если кіребетсе шетелге. Содан кейін ол жақсы, бір қысқаша бір 2 минут уақыттарыңыз алайыншы. Семей қаласының тұрғыны Айгүл Хасенова ханым Skype арқылы тікелей эфирге қосылғысы келеді. Сізге қояр сұрағы бар сияқты. Айгүл ханым, қайырлы кеш. Сәлеметсіздер ме, қайырлы кеш. Білуімше, сізде бірнеше уақыт осы кезекте тұрған сияқтысыз ғой. Айтар ұсынысыңыз болса, сұрағыңыз болса, айтыңыз, тікелей эфирдесіз ғой. Міне неге күту тізімі еркін жетімді емес, кімнің қашан тізімге енгені белгісіз. Тағы қандай сұрағыңыз бар? Сонына Семей қаласында өзі бірнеше жыл болып тұрғаныма, Астанада да бірнеше жыл тұрдым. Соның енді Семей қаласынан қайтыс болған адамның ағзасын ауыстыруға ешқашан шақырмады бізді, ешқайсымызды. Жақсы, түсінікті. Енді тізімде тұрмын дейді, бірақ енді күн сайын өзгеріп отырады. Біреу кіріп жатады, біреу шығып жатады. Неге тұрақты емес дегенді айтып отырған сияқты бұл кісі. Айта кетейін, ол тұрақты тізім емес, ол күнделікті ауысып тұрады. Мысалы, бүгін ертең ауысып жатады. Ол бір адам қайтыс болып жатады, бір адам жаңағы көшіп кетіп жатады. Сондықтан ол процесс, постоянный процесс, күнделікті процесс ауыстырып нетіп жүр. Енді жаңағы айта кетейін, неге мен түсінгенім, мен Астанада тұрсам да, жаңағы Нұрсұлтан қаласында, не ол Семейде болсам да, мені шақырған жоқ дейді. Айта кетейін, шақырады тек қана сәйкес келгенде. Сәйкес келістіру қазір компьютерлік бағдарлама арқылы жүргізіледі. Ол компьютерлік бағдарламаға бәрібір ол жаңағы әлеуметтік статусы, қаржылық жағдайын оны қарамайды. Тек қана медициналық критерий арқылы таңдап алынады кісі. Жақсы, түсінікті. Жаңада біз айтып кеттік қой, тізімге көп нәрсе байланысты емес.
Бұл кісі де мысалы үшін тізімде тұрды, бірақ аяқ астында хабарласты, мінекей ағзасын ұсынды деген сияқты өмірлік тәжірибе болып жатыр. Бәрібір айналып келіп жаңа шетелге тоқталғым келіп жатыр. Медициналық туризм деген бар. Бәрі бізде Румыния болсын, Израиль болсын, Европадан келіп ағзасын ауыстырып жатқан науқастар жоқ емес бар ғой. Оларға қандай рұқсат, қай жағынан рұқсат берілген? Мен осы сұраққа мынандай жауап айта кетейін. Егер бізде айтып жатырмыз ғой, ағза тапшылығы бар. Бізде жетіспей жатырмыз. Егер біз ары қарай солай осыны дамытпай, халық мысалы айтады ғой, халық арасында біз түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, насихаттау дұрыстап жүргізіп, кешенді түрде жүргізбесек, мысалы осыны қайда апарып соғады? Сол жетіспеушілік жаңағы алып сатуға апарып дейді. Сондықтан жаңағы бізде ағза жеткілікті болса, онда жаңа қара трансплантация ол да болмайды, мысалы айтқанда. Сондықтан жаңағы біз өзіміздің әлеуетті күшіміздің бәрін пайдаланып, егер ағза донорлығын дамытсақ, бізде күту парағы жойылады. Енді қазір таңғалатын ештеңе жоқ, бәріңіз де білесіздер ғой. Интернетке, сайттарға кірсеңіздер, бүйрегімді сатам, бауырымды сатам деген жарнамалар толып тұр. Яғни асыртын түрде барлығы бәрібір бір ота операциялар жасалатын сияқты ғой. Кімге сатып жатыр бұлар? Бізде ондай мәлімет жоқ, мен айта кетейін. Жаңағы сіз айтып кеткен оқиғалар, дәрігерлер туралы басқа мемлекеттен кеп, оларға олар өздерінің жаңағы жекеменшік клиниканың құқығы жоқ па? Өз еркімен операция жасауға екі адам келіп отырса? Жоқ, жекеменшік бізде айттым ғой, басында айтып кеттім, трансплантация орталықтары. 30 қанша дедіңіз және? Тізім 6 бізде. Ағзаны ауыстыратын трансплантация орталықтары, алтау. Ал жаңағы донорлық стационар 35 мысалы. Енді сол алтауы тізімге кіреді. Оның ішінде жаңағы жекеменшік қазіргі таңда жоқ. Мысалы, ол өте қатаң процесс, қаралып, жаңағы оның бәрін... Жақсы, жаңа айтып жатырмыз ғой, жарнама жөнінде ағзам сатам деген сияқты. Менің де әріптестерім бір кішкене эксперимент жүргізіп көріп еді, экранға қарайшы. Бүгінде ғаламтор желісінде адам ағзасының саудасы қызып тұр. Бір емес, бірнеше сайтты қарап шықтық. Ағзасын сатушылар өте көп. Біз солардың бірімен кездесуге Елордадағы Күйші Дина көшесіне бара жатырмыз. Біз Қазақстандағы қара нарықтағы ағзаның бағасы қанша болып жатыр екен, соны біліп көрмекшіміз. Вообще просто я должен, честно говоря, 15 миллионов людям. 15 миллионов? Я должен. Если в течение недели, 2-3, максимум мне 2 месяца дали, если в течение 2 месяцев не верну деньги, то... Қан қанша? Қан тобың? Насчет крови, в принципе, тоже есть у меня. Көрсету цеха. Я просто 2 сдавал группы крови, кровь сдавал и УЗИ почки. УЗИ почки мне сразу сказали, что у тебя почка хорошая. Часто? Это вот, где 7-я поликлиника, напротив 7-й поликлиники, прям там медцентр есть. Енді хабарласып отқанда қанша баға сұрап отыр сенің негізі? Бізге срочно қажет болып тұр, да? Предлагают вообще 30 миллионов. Мне предлагали 30 миллионов. Короче, 20 миллионов. Это минимум самая такая стопма. 20 миллион біздің сәл қаражат көтермей тұр. 18-17. 19 болмайды ма? 18 болсын да? Шақталы, онда мүнде ештеңе болмаған ба деймін. Таптазадым. Көргендеріңізде көп емес, небәрі 20 минуттың ішінде 22 жасар баланың ағзасын 19 миллион теңгеге мынандай көше бойында саудаласып кеттік. Әрине, бұған қапа боласың, бірақ қазақта мынандай тәмсіл бар ғой. Сақтансаң сақтаймын деген. Бастысы денсаулығымызға сақ болайықшы. Енді бұндай қарап отырсаңыздар жарнамалар көп. Шамамен өзі бауырмен бүйрек сол 10 миллион мен 20 миллионның аралығында тұрады екен. Өзін сатам деп жарнама бергендердің арасында өте көп. Бұл нені білдіреді? Қаржылық қиындықтан ба? Солай шығар. Ол предложение бар, бірақ енді ол сатушылар сатып алса да оның қай жерде операция жасайды, ол болмайды. Жоқ, онда айдаладан өзінен өз жарнама жасамайды ғой. Яғни мүмкін сондай бір жасырын орталықтар бар шығар бізде. Біреуден естейтін шығар біреу. Жоқ, негізі бұндай жарнамаға негізі қылмыстық кодекс бойынша негізі тыйым салынған. Оларды мысалы... Бізде заңда анық жазылған, тіпті дейді, ағзаны саудалау да ғаламтор арқылы жарнамалау да қылмыс.
Сосын мысалы трансплантация жасауға мысалы келген кезде туыстығын нету керек, нотариус арқылы нету керек, дәлелдеу керек, сосын иммунологиялық сәйкестігі болу керек. Танымайтын адам болса, ешқандай туыстығы жоқ. Болса, ондай трансплантация. Мүмкін ол өз еркімен рұқсат беріп тұрған шығар. Жоқ, тек қана туыстарына ғана беру мүмкін. Мүмкін осы коммерциялық бағыттарға да рұқсат беру керек шығар бәлкім. Қалай қарайсыздар? Біраз проблеманы шешер еді ғой. Бай бағландар бар, ақшасы бар, адамдар бар. Туыстардан табылмады мен Нұржан мырзадағыдай. Ақшасы бар, біреуге төлеп алдыруға мүмкіндік беру керек шығар бәлкім. Жоқ, бұған мен айта кетейін, жаңағы Стамбул декларациясына сәйкес, жаңа 11 принциптері бар, соған сәйкес тыйым салынған. Ешқандай мемлекетте ондай сатып алу, сату, коммерциялық жаңағы ондай болмайды трансплантацияда. Қазақстанда дәл сол бағытта жұмыс істеп келе жатыр. Жаңағы сайттардың бәрі бізде Қазақстандық емес ол. Ресейдің сайттары, басқа Украина сайттары болуы мүмкін. Қазақстанда мысалы ол сатқанның өзінде, ол қайда салады? Гаражный условие емес қой. Мысалы оны салу, жаңағы сатып алған кісі, оны ең жоғары деңгейлі жаңағы трансплант орталығында, жоғары деңгейлі трансплантолог салу керек деп. Ол бізде санаулы ондай кісілер. Орталықтың өзі 6 болса, трансплантологтардың саны 52. Біз бәрін білеміз мысалы. Жалпы әлемдік стандартқа қаншалықты сай біздің медициналық осы техникаларымыздың базасы? Біздің енді жаңа өзіңіз айтып тұрсыз ғой, шетел елдерінен келіп істер дегенге, сондықтан сұраныс біздің трансплантологтардың деңгейіне бар, деңгейі жоғары болғаннан кейін ондай жаңағы сұраныс бар. Енді жаңағы айта кетейік инфрақұрылым туралы. Бізде трансплант орталықтары керекті медициналық жабдықтармен жаңағы жабдықталған. Және де кадр жағынан қамтамасыз етілген. Енді заңнамамыз біздің дүниежүзілік стандарттарға сай. Жаңағы бүкіл 11 дүниежүзілік денсаулық сақтау қағидаттарының бәрі енгізілген. Енді біздің тек қана біз жұмыс істеуіміз керек. Жұмыс 12 жылдан бері ғана жүйелі түрде келе жатырмыз. Басқа елдер, осындай жақсы дамыған елдер қазіргі көрсеткіштеріне 30-40 жыл бойы келген. Енді бізде сол қадам басып, сондай нәтижеге барамыз. Енді сен 100% аяқып кетесің, жазылып кетесің. Осы бөтен орган саған ағзаңа бітіп кетеді деген ешкім 100% кепілдік бермейді ғой. Енді 2012 жылдан бері 300-ден аса бізде ота жасалды. Ота саны бізде қазіргі таңда 1800-ге таяп қалды. Ағза алмастыру отасы. Соның қанша пайыз сәтті шықты? Барлығы сәтті шықты. Бізде мысалы айтайық енді... Барлығы деп айта аламыз ба? Жоқ, барлығы деп айта алмаймын дәл қазір. Мысалы айтатыным выживаемость деген бар. Сол выживаемость, мысалы трансплантата дейді, жаңағы адамның өзінің мысалы 85-90%-ға жаңағы дүниежүзілік статистикаға сәйкес біздің нәтижелер. Енді әртүрлі мамандардың арасында пікір бар ғой, бөтен ағзаның бітіп кетуі өте қиын, бәрібір адамның жасы ұзақ болмайды деген сияқты. Мысалы үшін екі мырзаны көріп отырмын, Жәнібек, Нұржан мырза ешқай жерім ауырмайды, 8 жыл болды, 2-3 жыл болды. Бұл жасақ пікір ме? Әлде адамның бәрібір айналып келіп өзінің организміне байланысты ма? Жоқ, реципиенттер барлығы өмір бойы олар иммуносупрессиялық дәрілер ішеді. Сосын өзінің күтіміне, өзінің өмір салтына байланысты болады. Егер күтініп жүрсе, барлық дәрігердің... Уақытында дәрі ішу, Жәнібек мырза осы 8 жыл болды ма? Күнделікті орындап келе жатсыз ба? Иә. Үзбейсіз? Үзбеймін, жоқ. Ол енді андай не ғой? Телефон ұмытып кетсем сондай сияқты ғой. Дәрі ішпесем. Бірақ ол дәрі ішу, ол бір жұмыс. Содан кейін адам кішкене андай позитивтік не болу керек. Өмірге талпыну керек, спортпен айналысу керек. Спорт деген ол бізге өте қажет нәрсе. Организмда андай таблетканың побочный эффектері көп жиналады, соны шығару тек қана... Неғұрлым көбірек қимыл керек әрбір адамға. Физически нагрузка. Сосын мына нәрсені сұрағым келеді. Енді біз айтып жатырмыз ғой, қайтыс болған мәйіттерден ағзаларды алмастыруымыз керек деп. Бұл жерде енді уақыт бар ғой. Барлық мәйіттерден ағзаны ала беруге жарамайды ғой. Мысалы үшін біреуден 10 сағат өтіп кетуі мүмкін, 19 сағат өтіп кетуі мүмкін. Осы аралықты айтып беріңіздерші. Бір қаладан екінші қалай жеткізеді, арнайы контейнердің ішінде ол қанша уақыт сақталады деген сияқты. Осындай бір нюанстарды. Мен айтып кеттім ғой, адамдарға ми өлімі диагнозы қойылған кезде ғана адам, мысалы, ол адам реанимация жағдайында механикалық неде жатады, мысалы, өкпесі ИВЛ арқылы
искусственная вентиляция арқылы істеп тұрады, ал жүрегі дәрі арқылы соғып тұрған кезде ғана ол адамды потенциалды донор деп санаймыз. Сосын оның ішкі ағзаларын тексереді, неге трансплантацияға жарамды ма, жарамсыз ба, сосын инфекцияларын барлығын тексереді. Сосын мысалы келісім берген кезде ғана оның мысалы мына несі жүрегі, өкпесі механикалық қолданыста тек қана бір тәулікке дейін ғана жасанды аппаратпен бірнеше тәулік ұстай аласыздар ғой? Жоқ, бірнеше тәулік деп айта алмаймын, бір тәулікке дейін ғана көбінде жете алады. Оны неғұрлым тез арада салғанда, соғұрлым ол жақсы. Тағы бір WhatsApp-тан келген сұрақ бар екен, қысқаша оқиық, сонымен уақытымыз өзі тәмамдалып қалды біздің. Мен берер едім, өйткені мен білем, денсаулықтың қадірін өзім көп ауырғасын дейді. Менде ішектерімнің көп жері шланга жалғап тастаған, рак өте қиын ауру дейді. Және де кейде қатты ауырғанында көшеде сап-сау жүрген адамдарды құшақтағым келеді дейді. Сол айтып жатырмыз ғой, денсаулықтың қадірін ауырғанда білесің. Бағана хабардың басында осы бір сөзбен бастаған едім. Айналып келгенде ең үлкен байлық ол әрине денсаулық. Кейде бір жерін қарадай ауырып қалса, бүкіл дүниенің құны 5 тиын болып қалады ғой. Ауырмайық, жақындарымызды бағалайық. Жәнібек мырзаның керемет айтқан сөзбен бітіргім келеді, аяқтағым келеді хабарды. Көбірек спортпен шұғылданайық, қимыл керек, денсаулықты күтіңіздер, өйткені біріншіден өзіңіз үшін керек қой денсаулық. Аман болайық.